Сәлем достар, сіздермен бүгін Әлзақ Азамат. Мен бүгін сіздермен Camtasia Studio бағдарламасы арқылы қалай бейне сабақ түсіру керек екенін үйрететін боламын. Яғни біз қалай бейне сабақ түсіру үшін, яғни біз Camtasia Studio бағдарламасын ашамыз. Яғни ашқан кезде мұнда ашылды міне бұл, яғни мұндағы меню қатары, жұмыс істеу аймағы және құрал саймандар тақтасы. Ал мында жұмыс істеу аймағы, бұл жұмыс істеген аймақты көру аймағы, кешіресіздер, бұл аймақ. Және енді бұл жерде біз экранды түсіру үшін Record the Screen батырмасын басқан кезде міне мынандай ашылады. Яғни мұнда уақыты көрсетілген және біздің сөзіміздің басылып жатқан мысалға оның уровені, яғни көрсеткіші берілген. Мұнда осыны жай және қатты қоюымызға болады. Және де өшіру және пауза, яғни пауза қоятып және стоп, яғни өшіріп сақтау батырмасы бар. Енді мысалға мұнда түсіріп жатыр делік, және де мұнда енді менде өзімде түсірілген бейне бар. Сол бейнені мен сіздерге монтаждап қалай өңдеу керек екенін көрсетіп кетейін. Ол үшін біз яғни мендегі бар сақталған бейнені импорт медиа батырмасының шертуі арқылы алып келеміз. Яғни ол келді және оны мұнда тышқанның оң жақ батырмасын бастыру арқылы жұмыс істеу аймағына тастаймыз. Тасталғанда осылай ашылады. Автомат түрдегі өлшемді береміз. Және де мұнда видео міне. Сәлем достар. Яғни мұнда менің осыдан сәл алдын түсірілген бейнем көрсетілген. Яғни бейне сабақты қалай жасау, қалай түсіру керек екендігі көреміз. Қазір осыны өңдейтін боламыз. Яғни бейне сабақ түсіру үшін мысалға бүгінгі сабағымызды Paint графикалық редакторынан түсірейік. Ол үшін поиск, все программы, бұл жерден стандартный батырмасын шерту арқылы Paint графикалық редакторын таңдаймыз. Яғни мұнда Paint графикалық редакторын қалай бейне сабақ жасау керек екені көрсетілген. Енді жұмысымызға кіріссек. Яғни мұнда бізде Paint графикалық редактордың қалай ашылу керек екенін түсіндіреміз. Яғни ол үшін міне поиск батырмасын басамыз, яғни поискке зум батырмасын шерту арқылы мұнда поискке жақындатамыз. Міне бұлай поискті көрсетеміз. Ол үшін поиск, все программы, бұл жерден стандартный батырмасын шерту арқылы Paint графикалық редакторын таңдаймыз. Яғни қайтадан экранды жалпы экранға үлкейтіп көрсетеміз. Және де Paint графикалық редактор ашылады. Мұнда біз Paint графикалық редакторында бірінші меню қатары. Яғни мұнда бізге айтылып кеткен меню қатары деді. Яғни меню қатарын көрсету үшін мысалға біз мұндағы пайдаланып белгілеп көрсетуімізге болады. Мысалға бұлай. Бұлай және де бұлай міне. Бірінші меню қатары және де құрал саймандар қатарын, яғни белгілеп көрсетеміз. Құрал саймандар қатары және де ол жұмыс істеу аймағы болып табылады. Яғни жұмыс істеу аймағы. Енді экранды толық экранға үлкейтеміз. Меню қатарында главный, негізгі және вид. Екі меню қатары және құрал саймандар қатары. Мұнда көптеген құрал саймандар бар. Олардың бірі қылғалам. Мысалға қылғалам. Мысалға қылғаламды көрсету үшін біз бұлай үлкейтіп, мысалға қылғаламды белгілеп көрсетуімізге болады. Мысалға бұлай. Не ол көріп тұрғандарыңыз қылғалам. Олардың бірі қылғалам. Яғни енді оны алып тастауымызға болады. Қыламыз міне. Және де
Және де бұлайдан өлшеп үлкейтіп көрсетуімізге болады. Мысалға заливка батырмасын. Заливка, яғни Оны бұлай кішірейтеміз, яғни бізге өзімізге керекті мөлшерде көрсететіндей аймағын қылып, және де кез-келген бұлай түсімізге зумды бояй аламыз. Мысалы қара болсын, қызыл болсын, сұр болсын, мындай болсын. мысалға толық экранды көрсетеміз мұнда. Одан кейінгісі бұл деп тұрғанымыз бұл текст, яғни вставка текста Осылай изображение, үлкейтіп яғни көрсетеміз. суретке Немесе біз бұлай осылай тұрса да болады. текст қоя аламыз. Өзі үлкейтіп көрсетіп, Мысалға мысалға текстке келеді, яғни. Және де міне мысалға көріп өтейік. Текстін мысалға мұнда мен жазған жазуымның түсі берілмей, түсі фонтпен бірдей болып, тексттің түсі мұнда жазуым көрінбей қалды. Яғни мұндағы бұл жерлер артық болып табылады. Яғни бұл жерлерде біз белгілеп алып, артық жерін қырқып тастаймыз. Мысалға міне мен белгілеп алдым. Осылай белгілеп алып, мысалға қазір осылай белгілеп алып қырқып тастаймыз. Бірінші белгілеп аламыз, қай жерден міне мен мысалға өзімнің белгіледім. Міне енді яғни қайшындағы тұрған осыны басып қырқып тастаймыз. Яғни қырқып тасталды. Енді ары жалғастырып көрейік. Және міне менің сөзім ары жалғасты. Яғни мен артық жерін қырқып тастадым. Яғни оның көрермендер көрсетудің қажеті жоқ. Осылай қырқып тастайтын боламыз. Және бұны арқылы біз өшіре аламыз. Және оның ширinaсын үлкейтуге болады. Мысалға былай қылсам үлкейеді. Одан кейін бұл үлкейту баспасы арқылы біз үлкейте аламыз дағына. Мұнда түрлі өзгертулер енгізе аламыз. Мысалға өшіру болмаса, осылай бейне сау жалғаса береді. Мысалға осылай түрде де және де үлкейтіп өзіміз қалаған түрімізде де көрсетуімізге болады. Кішірейтіп өзімізге керектіге қайта әкеле аламыз. Ал мұнда түрлі фигуралар бар. Яғни фигураларды көрсетіп кетейік. Қайта әкеле аламыз. Ал мұнда түрлі фигуралар бар. Бұл фигураларды мұнда қою, мысалға кез келген сурет, мысалға болса 4-1 сызық. Мысалға менде бұл сәл ұзақ жалғасу үшін бұлай сәл ұзайта аламыз. Және де ол мысалға жалғасады. Мысалға кез келген сурет, мысалға болса 4-1 сызық. Және де 4-1 сызу үшін сәл артқа қайтарамыз дағына. 4-1 сызғанға дейінгі уақыттан экранды стандартты толық экран жүзіне әкеліп енді мұнда 4-1 сызылған көреміз. Шет дөңгелек 4-1 домал шеңбер сыза қояйық әртүрлі. Және осыларды заливка батырмасы арқылы біз түсін бояй аламыз, әртүрлі түстерге бере аламыз. Осылай жалғасымызға және де үлкейтіп көрсетуімізге де болады. Түстер палитрасы деген мысалға мұнда кез келген түстер палитрасын таңдау арқылы түстер палитрасын бере аламыз. Яғни бұл біз салып болған суретімізді сақтау үшін біз яғни сақтау енді жұмыстың соңына яғни сақтау аймағына жеттік. Яғни сақтау көрсету үшін мысалға шеткі экранды жақындатып көрсетіп кетейік. Осылай бұлай үлкейтіп сақтау. Біз мұндағы файл батырмасын басып, яғни файл батырмасы дейді. Мысалы бұндағы файл батырмасын бұлай белгілеп көрсетуімізге де болады. Мысалға бұлай. Мұндағы файл батырмасын басып, мысалға мұнда бізде артық болды. Енді оны бұлай кішірейтіп тастауымызға болады. Жалғастырып. Сохрани как, яғни қалай? Яғни сохрани как деп белгілеп көрсетуімізге болады. Сақтау батырмасын жертем. Бұл да бізде кішкене ұзындау болып қалды. Онда осылай қырып тастауымызға болады. Рабочий столға ат беру. Яғни ат беру аймағы. Мұнда біз ат беруді көрсету үшін мысалға мына алаң. Осы алаңды бұлайынан көрсетіп кетеміз. Сақтаймыз. Және де сохранить батырмасын басамыз. X шыққанда міне.
X сақтаған кезде мысалға бізде рабочий яғни жұмыс үстелінде жұмыс үстеліндегі сақталған нені көрсету үшін былай үлкейтіп бізде сақталған суретті көрсетіп кетеміз, яғни оны үлкейтіп осылай оған былай қойып былайынан біздің суретімізді көрсетіп кетуімізге болады. Біздің яғни бұл біздің салынған сақталған суретіміз. Міне бізде салған сурет осылай ашылады. Міне осылай. Және де осымен бітеді. Яғни мұндағы мысалға мұнда суретке көрсетілген кезде белгіленген бұл неге қарағанда тұру уақыты ұзақ болды. Яғни мұнда экранда шығып қалды. Яғни оны қысқарту үшін мұндағы осы тұрған шертіп, оны былай кішірейте аламыз. Мысалға өзімізге керек. Енді қайтадан көрейік. Әлі де ұзын екен. Тағы да сәл кішірейтеміз. Енді көрейік. X шыққанда міне сәл ерте басталып қойды. Енді бұны неғылу үшін сәл былай жылжытамыз. Енді көрейік. Әлде де ұзындау. шыққанда міне бізде салған сурет осылай ашылады. Тұр. X шыққанда міне әлде ұзындау тұр екен, сәл тағы кішірейтеміз. міне әлде де ұзындау. міне бізде салған сурет яғни осылай ашылады. үлкейеді. Міне көріп тұрғаныңыздай біздің бейне сабағымыз осылай түсіріледі екен. Яғни бұл бейне сабақ түсіріліп болғаннан кейін, яғни өзіміздің көңілімізден шыққанша мұндағы мысалға дауыстарын түзетуімізге болады. Мысалға дауысын мысалға кейбір жерлердегі дауысын көтеріп, немесе кейбір жерлердегі түсіріп, мысалы мына аудио батырмасын шертіп арқылы мұнда міне дауысты біз былайдан көтеріп түсіре аламыз. Яғни ол стандарт түрде осылай беріледі. Мысалы кейде өлеңдер қойған жағдайда басында өлең жай басталуынша меншит громкость ақырын, яғни одан кейін үлкейтіп, ақырындау меншітіп түсіруімізге болады. Яғни өзіміздің көңілімізден шыққан, яғни бейне сабағымыз өзіміздің көңілімізден шыққан жағдайда реттеліп болған соң, біз мысалға оны яғни сақтауына көшеміз. Немесе сақтауына көшеміз бұрын мысалға бейненің соңында немесе басында өлең немесе фотосуреттер, яғни қоямыз келсе, онда біз оны алып, мысалға импорт клиппен батырмасын шертіп арқылы импорт медиа, яғни басып арқылы біз мысалы алдына сурет қойғымыз келсе, онда мысалы өзімізге бір керекті сурет таңдап алып, мысалға мұнда суретті ашып, суретті қоюымызға болады екен. Мысалға мұнда алдына яғни міне, яғни сурет қоюымызға болады. Сурет қойылады бірінші, және де одан кейін бейне сабағым жалғасып кетеді. Сәлем достар. Көргендерімізде, яғни мысалға осы суретке мысалға өзіміздің таныстырып, осы жобада өзімізді көрсетіп кетуімізге болады. Ол үшін мысалға біз осы суретте мысалға текст енгізіп, мысалға өзінің атын жазып, мысалға сәлем достар деген сияқты жазулар жазуымызға мысалға қазір көрейік жазу жазып. Яғни ол үшін осы суретке келіп, мысалға Kellogg's батырмасын шертіп арқылы мұнда біз текст батырмасын таңдаймыз. Текст батырмасын таңдап, мысалға мұнда текст батырмасын мұнда жазуын жазамын. Мысалға сәлем достар. Яғни сәлем беріп, міне сәлем достар жазылды. Яғни мұны біз енді сәндейміз. Мысалға қаріпін өлшемін үлкейтеміз. Мысалға 42-ге қояйық. Және де қаріп стилін таңдаймыз. Мысалға
мысалға стандарт тайм серверін таңдайық. Және де бұл жерде текстке мысалға эффектілер, мысалға түс бергіміз келеді. Мысалға бұл жерде біз мысалға бұлай түс берейік. Түс беріп арқылы және де оны мысалға былайынан астына немесе үстіне немесе ортасына орналастыру және де эффектісін береміз. Мұнда эффекті мысалға мынандай. Мысалға былайынан көрсетіп кетуге болады. Немесе былайынан эффектісін былай өзгертуімізге болады. Немесе былай өзгертуімізге болады. Әртүрлі. Мысалға енді осылай қойып, мысалға оны осылай созаламыз. Mesela бұлай қояйық. Және де осылай қойылғаннан кейін оны мысалға көре аламыз. Мысалға міне. Ол сөз қай жерден шығып қай жерге дейін бітетінін көреміз. Бұдан кейін сурет бітеді. Mesela оны кішірейтуімізге де болады. Мысалға аз ғана уақыттан кейін бейне сөз өзіне жоқ болып кетеді. Мысалға кішірейтуімізге де болады. Немесе былай суретті созып, тағы да бір текст қоюымызға болады. Ол үшін тағы да текст батырмасын шерту арқылы, немесе былайынан текст қоймасақ та, мысалға да эффекті қойып, қазір мысалға мұнда бұлай эффекті қойып, осы эффектке де жазсақ болады. Мысалға осы эффектке жазсақ әдемі шығады. Яғни көрсетейін. Мысалы жаңағыдай сәлем достар. Яғни бұған айтып көрсеткенімдей қарпін үлкейтіп осылай тұра берсін. Жаңағыдай қарып жақсы. Енді бұған түс бере аламыз. Мысалға сөздің түсін мысалға әдемі істеуге болады. Сәлем достар және де эффектісін береміз. Мысалға сәлем достар көрінеді. Мысалға және де оның сыртындағы өлшемін де былай өзгертуімізге, мысалы ішіндегі суретін өзгертуімізге болады. Мысалға былай көкшілеу болса сарғыштау қылып, немесе былайынан беріп, немесе әртүрлі түстер бере аламыз. Яғни сыртындағы несінде де түс бере алады екенбіз. Мысалға сыртындағысын сары қылып қояйық. Мысалға міне осылай көрінетін болады біздің неміз. Және оның көрсетілу ауқымы, яғни оны былай көрсете аламыз. Міне мысалға оны кішкене көрсетіліп, кейін жоқ қайтадан басқа сөз шығу үшін мысалға былай көріп өтейік. Мысалға былайынан шығып, және де қайтадан жоқ болып кетеді. Және де одан кейінгісіне тағы да біреуін қоюымызға болады. Ол үшін тағы да осыны таңдау арқылы мұнда жазамыз. Мысалға видео бай Ализа Азамат. Мысалға одан кейінгі не осылай пайда болуы арқылы осында көрсетіп кетуімізге болады. Мысалға енді көрейік. Сәлем достар шығады. Одан кейін кетіп видеобай Ализа Азамат. Одан кейін біздің бейне сабағымыз жалғасып кетеді. Яғни мысалға бұнда мұны реттеу үшін мысалға былайдан реттеуімізге болады. Мысалға мұны үлкейтіп, кішкене үлкейтіп, мысалға мынаны мұнда сәл жылжытып кетуімізге болады. Яғни осы қойған осылай әуен қою үшін, яғни мұндағы осы қойылған аймаққа әуенді қою үшін осы әуен таңдап әкеп, мысалы қоямыз. Оны қою үшін мысалға осы аудио батырмасына әкеп, оны әкеп тастаймыз. Болды. Енді көрейік. Видео үшірге жалғастыру ол үшін осы әуенді осы жерге дейін жылжытатын боламыз. Мысалға оны былай жылжытып отырамыз. Яғни сол фотосурет біткенге дейін жылжытатын боламыз. Яғни фотосуреттің уақытына дейінгі уақытқа осы әуенді туралап қоятын боламыз. Тураланып қойылуда қазір қоямыз.
Мысалға ол мына жерге дейін міне. Енді тамашалайық. Яғни ол сәл өтіп кетіпті. Былай қойып, мысалға бұны, мысалға соңында басында жай басталып, және соңында жай қиын көтеріліңкі болып, кейін соңында жай аяқталу үшін, ол үшін біз мына яғни осы жерде былай жай аяқталу үшін білдіртпей осылай өзі қойылады. Яғни міне. Яғни бұлай түсті міне. Яғни енді мынаны былай созып, енді көрейік. Сөздің әуеннің білдіртпей бітіп кету үшін. Сәлем достар. Яғни мұнда мынау артық жері, оны алып тастаймыз былай. Міне. Яғни көрейік. Яғни міне осылай бітіп кететін болады. Енді бізге осылай жасалғанымыз осылай әдемірек көрінеді. Енді бұны сақтаймыз. Яғни Procedure in Share, яғни мұнда HD форматын таңдап, мұны сақтайтын боламыз. Далее готово батырмасын басамыз, яғни ол обрабатывать етіліп сақталынады. Осылай сақталып болған соң, мұнда беземяне папкасына түсетін болады. Яғни сол жерден ашып көретін боламыз. Сіздермен бүгін бұл сабақта түсіндірген Әлзақ Азамат, қош сау болыңыздар.